Сәлем достар, сіз Бергенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода атауынан біліп тұрған шығарсыздар. Бүгін духовкасыз осындай табада торт пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Достар, осы жылдың соңына дейін 1 миллион оқырманға жетейік деген ниеттемін. Оған дәл сіздің көмегіңіз қажет. Осы видеоны достарыңызға бөлісіңіз, осы видеоға көптеп комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші бисквитін дайындаймыз. Қажет заттарды түгелдеп аламыз. Қажет заттар толығырақ описаниеде жазылған. Жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Қантымызды саламыз. Араластырамыз. Енді массамызға сармайымызды саламыз. Сұйық май құямыз. Сүтімізді құямыз. Бір келкі масса пайда болғанша араластырамыз. Бұл сәтте уже миксерді іске қоссақ болады. Сармай міндетті түрде комнатный температурада, яғни жұмсақ болу қажет. Бір келкі масса пайда болғанша миксерлейміз. Ұнымызға қамыр қопсытқыш саламыз, какао саламыз. Енді массамызға ұнымызды ұн үйлегіштің көмегімен саламыз. Ұнымыз шашырап кетпеу үшін бірінші миксерді қоспай араластырып аламыз. Содан кейін миксерді қосып, толыққанды масса пайда болғанша миксерлейміз. Бисквитіміз дайын болды. Бисквит осылай сұйықтау болып шығады. Бұған қорқудың қажеті жоқ. Себебі бізде бұл сковородкада пісетін болғандықтан бу шығу арқылы тезірек пісетін болады. Сондықтан осылай сәл сұйықтау бисквит пайда болады. Тым қатты сұйық бисквит емес, орташа қоюлықта болу керек, осылай шығу керек. Енді пісіреміз. Бізге осындай сковородка керек. Блиницаның табасына пісірсеңіздер де болады. Алдында мен красный бархатқа блиницаның табасына пісірген болатынмын, тоже жақсы шығады. Аздап қана май жағамыз, кішкене ғана, көп қажет емес. Асты жабысып қалмау үшін міндетті түрде баяу отта пісірген дұрысырақ. Алғашқы коржымызды пісіретін боламыз. Ол үшін осылай саламыз. Шамамен 1 сантиметрдей қалыңдықтағы бисквитті жасаймыз. Көз мөлшерімен қарасаңыз болады. Өйткені әркімде қасықтың размері, табанның диаметрі әртүрлі болады. Маған осы жеткілікті. Қараңыздар, примерно осылайынан 1 сантиметр ғана болып шықты. Бақылауға болады, мінекей, ұзындығы 1 сантиметр болып шықты. Енді табамыздың асты қосулы, сәл қызғанын күтеміз. Бетін жауып қойып, бастапқада бір қыздырып алғаннан кейін баяу отта пісіретін боламыз. Қақпағы осылай буланады, оны сүртіп тастап отырған дұрысырақ. Себебі біздің тортымызға түспеуі керек, су, артық су. Енді қараңыздар, осылай көтеріледі, осылай шариктер пайда болып, ауа шығу арқылы тортымыз әдемі болып пісетін болады, яғни корждарымыз. Қазір кішкене піскеннен кейін бетінде толық шариктер қапталғаннан кейін келесі бетіне аударып, екінші бетінде пісіретін боламыз. Қараңыздар, уже шеттеріндегі корждар пісті. Енді крышкасын жаппай, бетін осылай ашық күйінде толыққанды айналасындағыдай болып піскен кезден ұстап тұрамыз, кейін келесі бетіне аударамыз. Қараңыздар, толық беті пісті, мінекей шикі қамыр жоқ, толыққанды пісті. Келесі бетіне аударамыз, но санаулы секундтарға ғана, аса маңызды этап емес, негізі уже дайын. Қараңыздар, асты толыққанды пісті. Астыңғы жағын бір 10 секунд, 15 секундқа ғана пісіреміз, себебі ортасы толыққанды піскен. Сәлден кейін уже алып тастаймыз. Аз ғана уақыт қойдық, енді тарелкамызға аударып аламыз. Главный түзу болу керек, ирек тарелка емес, ровный болу керек. Мінекей пісті. Енді салқындатамыз, келесі коржды пісіреміз. Крем дайындауға кірісеміз, ол үшін бізге сливки қажет.
сахарный пудра, яғни қант ұнтағы, творожный сыр қажет. Және де достар, жақын арада менің арнама сливкидің және де творожный сырдың жасалу жолы шығады. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Үй жағдайында торт жасауға арналған сливки мен творожный сырдың видео рецептін түсірген болатынмын. Содан қайталап жасап көрсеңіздер болады. Сливкимізді миксерлеп аламыз. Аздап қана көпіртіп алдым, енді қант ұнтағын саламын. Сәл қоюланғанша миксерлеймін. Творожный сырымызды саламыз. Толық қанды қоюланғанша, өз формасын ұстап тұратын крем пайда болғанша миксерлейміз. Қараңыздар, креміміз өз формасын ұстап тұратындай қатты болды, енді дайын деген сөз. Тортымызды құрастыруға кірісеміз. Крем осылай болу керек, мінекей, жерге түспейтіндей. Кондитерлік мешогымызға насадкамызды салып аламыз осылай. Және де осылай ыңғайлы ыдысқа салсаңыздар, кремді ішіне салу өте оңай болады. Туған күнге арналған, немесе тағы бір мерекелік кештерге арналған торт болса, өз қалауыңызша оформление жасасаңыз болады. Мен бүгін осылай насадкамен тортты құрастыратын боламын. Каждый коржымызды қойып, үстіне осылай крем жағып, құрастыратын боламыз тортымызды. Менде темір насадка 1М размері. Звездочка. Осымен құрастырып жатырмын. Ортасына бізде өзімізде ыдысымызда қалған кремді қолданамыз. Дөулеп жүреміз. Тағы бір слой коржымызды жүреміз. Сонымен достар, біздің тортымыз дайын. Қараңыздар, ерекше әдемі болып шықты. Тіпті духовкасыз пісірген дегенге ешкімде сенбейтін секілді. Мен бұны бірінші жасап тұрған жоқпын. Дәмі сөзсіз керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өзіңізді және жақындарыңызды дәмді тағамдармен қуантыңыз. Келесі видеороликте қандай тағамның рецептісін көргіңіз келеді, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіз. Келесі видеороликте жүздескенше.